Ассалаумағалейкум. Ботақан деген қорымға келіп жатырық. Яғни мына жерде Ботақан кен орны бар. Мақаттың Жылойға қарай жүргенде ғой, ескі Жылойға жана жақта қарсақ болу керек, ар жағындағы. Енді мына жерге Ботақан ата деп белгі қойған. Ботақан артына кесене салған. Бұл жалпы таздардың қорымы. Ботақан деген кісі таз руы. Қазір терезе белгілері жоқ. Сол Ботақан деген кісіге арнап салынған. Бұл жерде бейіттің орында жоқ сияқты. Енді бір қызығы, бұл жерде Ботақанның құлпытасын оқып отырмын қазір. Оны көрсетемін сіздерге. Соңына дейін болыңыздар. Мына жерде руы таз жапалақ бөлме, барақ қойыспайлы арпа дейді. Тас қойған баласы. Төребай немерелер, шөберелер дейді. Мына жерде бір құлпытас бар, бұл кішкене бұзылып қалған. 1877 жылғы таз екені көрініп тұр. Таз руы екенін көріп отырмын. Бірдеме ұлы дейді. Есімдер көрінбейді. Мынау енді кириллицамен салынған құлпытас қой. Руы таз тайпасы Абдал бөлімі 5 сарының қадірі дейді. Махамбет ұлы Ержан 1932-те қайтыс болды дейді. Тас қойған баласы Жалғас 68 жыл қойған. Таз жастаған Байсара Нөкейұлы Әжікен тас қойған немересі Ақмыт шөбересі Асқат Асқар 2015. Мынау енді латынша жазылған. Таз руы деп бастады, кішкене көрініңкіремейді, қоршаған. Енді мынау Ботақан деген адамға қойылған құлпытас. Енді бұл өте кішкентай қылып жасалған екен. Сол ой келіп жатыр мына жерде, өйткені қазір жылы жасы қайтқан жастары көрінбейді. Сол себепті бұл кішкентай балам екен дегенде ой келеді. Өйткені аты да келіп тұр, жалпы Ботақан деген. Бірақ енді ол Ботақан өскенде үлкен адам болады ғой, бәрі үлкен адамда есім болуы мүмкін. Бірақ мына құлпытасты кішкентай етіп салғанына қарап, мен кішкентай бала емес пе екен деген ой келеді. Енді оны бана таздардың шежіресін қарап, бұл Ботақаннан ұрпақ тараған ба, тарамаған ба? Егер бұл ұрпақ тараған болса, онда бұл үлкен адам болып есептеледі. Ал ұрпақ тарамаған болса, бұл кішкентай сәби деп ойлаймын өзім. Мен мына жердегі оқысақ, таз руы Абдал дейді, тайпасы Ботақан дейді. Енді мына әкесінің есім кішкене дұрыс түсініңкіремей отырмын. Жобалап көрейін, қателесуім мүмкін. Шежіреден қарап бір түзетіп жіберу керек болатын шығар. Так, Ботақан мына жерде бірінші әріп Б сияқты. Бұл мүмкін пұсырман болуы мүмкін. Әкесінің еті немесе так, бұжырыр фан деген сияқты соңғы әріптер көрінбей қалған екен. Ұлы опат ары қарай көрінбейді. Бұжырман ба? Енді сәл-пәл қателесім. Бұжырман деген севанерден мұның үстінде нүкте тұр. Ф-ға келетін сияқты болып тұр. Şimdi нақтылау керек қысқасы. Ботақан деген жазу анық. Яғни Ботақанның құлпытасы мұнда. Бірақ ана жаққа бір кесене салып қойған екен. Яғни зерттеу жұмысымыздан байқағанымыз жер атаулары жалпы мұнай кен орындары Атыраудағы осы адам аттарымен аталған. Мысалға Әлімбай деген бар Жылойда, мысалға Адайдың Әлімбаймен байланысты Могила Әлімбай деген бар екен сол маңда. Бірақ Әлімбайдың құлпытасы табылмады. Басқа бір сол Адай руының құлпытастары оқылды. Содан басқа Таңатар деген кен орын бар Мақатта. Руы Шеркеш, ол Таңатар деген кісінің құлпытасын оқыдық. Бұған дейін
сол маңдағы енді мына Ботақан кен орны Ботақан деген кісінің атымен аталған екен. Сонымен бұл Ботақан кім болды? Шежірені қарадым. Жалпы Ботақан деген кісі өте ертеректе өмір сүрген, мүмкін 15-16 ғасырларда ма, 17 ғасырларда ма мүмкін. Ботақан деген кісі жалпы Жапақ деген кісінің баласы, таздан тарайтын. Ал бұл оқылған құлыптастың әкесінің аты Жапақ деген кісіге келмейді, біріншіден. Екіншіден, бұл құлыптас 19 ғасырдағы, әрі кетсе 19 ғасырдағы құлыптас. Яғни 1800 жылдың аяғы, 1890 жылдар немесе 1900 жылдардың шамасындағы құлыптас. Яғни түсінгенім, бұл Ботақан деген құлыптас сол арғы аталарының атымен аталған болуы мүмкін. Алайда шежіреден 19-20 ғасырларға жататын Ботақан деген адамның есімін таппадым. Мүмкін электронный интернеттегі шежіреге ол есім енбегенде болуы мүмкін. Дегенмен бұл қорымның атауы сол мына құлыптастың иесі 19 ғасырдағы адамның есімімен аталған болу керек деп есептеймін. Ал ана жоғарыдағы кесене белгі, бұл ана Ботақан деген кісінің Жапақұлы деген сол кісіге арналып қойылған.